Тауықтың төс етінен ерекше кешкі ас әзірлейміз. Міндетті түрде жазсаңыздар, жақындарыңыз өте қуанып қалатын болады. Ең алдымен тауықтың төс етін дәл видеодағыдай кесіп аламыз. Салмасына майонез, 3-4 дана сарымсағымызды өткіштен өткізіп аламыз. Сарымсақты майонезге саламыз. Майдалап, жақсылап тұрып аскөгімізді торап алып, сарымсақ, майонез, аскөк үшеуін жақсылап тұрып араластырып, салмасын дайындап қоямыз. Тауықтың төс етін тұздап, бұрыштап аламыз. Одан бөлек қызанағымызды жұқалап кесеміз. Сырымызды өткіштен өткіземіз. Тауықтың арасын ашып, салмасын салып, бетіне қызанағын төсеп, оның бетіне сырды сеуіп, тауықтың бетін жабамыз. Духовкадегі листімізге тауықтың етін салып, астына міндетті түрде қағазын төсейсіздер. Бетіне сырын салып, дәл видеодағыдай бүріп түйеміз. Себебі тауықтың өзінің сөлі бөлініп шығатын болады. Осылайша духовкаге 35 минутта 200 градусқа пісіруге жібереміз. Мінекей тауығымыз пісті. Гарнирге өз қалауыңыз бойынша ұсынасыздар. Осылай сөлін құямыз. Осымен кешкі асымыз дайын. YouTube каналымды қолдап, каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар.